Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгін мен сіздерге скандинав қорғанысына байланысты керемет комбинация, керемет шабуылды көрсететін боламын. Ең алдымен біз корольдің алдындағы пешкені 2 рет алға жүреміз, яғни E4-ке пешкін жүреміз. Қараларда пешкісін жүреді. Енді біз пешкімен пешкісін жесек, олар ферзімен жейді. Солай ары қарай скандинав қорғанысы басталып кетеді. Яғни біз мына жерде атпен шабуыл жасаймыз. Солай темппен ойнала береді. Енді бұл сабақта мен көрсетейін деп отқаным, бұл жерде пешкімен жемейміз, яғни оң жақтағы атты F3-ке шығарамыз. Бұл жерде пешкіні ешқандай нәрсемен қорғаған жоқпыз, өзіміздің пешкімізді. Олар біздің пешкімізді бұлай жейді, көп жағдайда осылай жейді. Енді біз атымызды G5-ке қарай жүреміз. Осылай пешкісіне шабуыл жасаймыз. Енді қаралар үшін ең тиімді ход, ең тиімді жүріс ол атпен пешкісін қорғайды. Сол кезде біз пешкімен шабуыл жасаймыз. Олар көп жағдайда пешкімізді жейді. Ең тиімді жүріс оларға пешкімізді жейді. Енді біз бұл жерде пешкімен жесек болады, ферзімен жесек болады. Бірақ біз бұл жерде слонмен жейміз. Шахматта фигуралардың дамуы өте маңызды. Комбинация деген нәрсе бар. Осы кезде қателік жіберсе, қарсыластарымыз осы комбинацияда қателік жіберсе, жеңіске жетіп кетеміз. Яғни олар пешкімен атымызды артқа қарай қуып жіберу үшін пешкіні алға жүретін болса, осы кезде біз мынандай жүріс жасаймыз. Атты F7-ге жүреміз. Осылай керемет вилкі қоямыз. Бір жағынан ферзге, бір жағынан ладьяға. Осылай атпен вилкі қоямыз. Осы кезде аттың ешқандай қорғап тұрған нәрсе жоқ. Олар корольмен атты жейді. Осы кезде слонмен тағы шақ береміз. Слонды қорғап тұрған еш нәрсе жоқ. Осы кезде олар слонымызды жесе, біз олардың ферзін тегін жеп аламыз. Яғни ары қарай енді жеңіске жету өте оңай. Өзіміздің позициямызға қарай олардың ферзін жеп алдық, енді ары қарай жеңіске жетеміз. Егер сіздерге осы әдіс ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Алдағы уақытта шахмат ойыннан осындай түрлі тактикаларды шығарып отыратын боламын. Қош, сау болыңыздар.